Ол бұл маршрутun әр түрлі аурулармен күресуге көмектесетініне сенімді. Жолаушылардың бірінің жағдайы нашарлап кетеді және ол палубаға шығады. Ол судан Акула Сигзаевты байқайды және оның жағдайы одан да қатты нашарлап кетеді. Басып алу тобы өздерінің операцияларын жалғастыра отырып, палубадан әппақ туфлиді тауып алады. Жауынгерлер қобыжықтың жақын маңайда екенін түсінеді. Қорыққан Фан Чиннің тұсаукесеріне келеді, өзінің бастығын табады. Әйел оған қобыжықтың мутацияға ұшырағанын және басқа ғалымдарды көндіре бастағанын хабарлайды. Бірақ ақшадан өлген Чен оның эксперименттері құрбандарды талап ететінін айтады. Бортта дискотека басталады. Би залына Акула Сигзаевты дегенмен оны әлі ешкім байқамады. Интерполдың екі агенті Ченді тұтқынға алады. Осы сәтте қобыжық биші қыздардың бірін сүйіп әкетеді, ал сосын тағы да басқасын. Музыканың қатты естіліп тұрғаны соншалықты, басқа жолаушылар мұны тіпті байқамайды. Фан микрофонды қолына алады да барлығының бұл жерден қашып кетулерін талап етеді. Жолаушылар оған сенбейді және жауабына тек оны мазақтайды. Бірақ өте бекер, өйткені Фанның арқасынан шынымен де алып Акула Сигзаев пайда болады. Шамасы бұрынғыдан да үлкейіп кеткен сияқты. Қобыжық диджейге шабуыл жасайды және адамдардың арасында дүрбелең басталады. Оффи Фанды құтқарып қалады. Бортта нағыз ессіздік орын алып жатыр. Акула Сигзаев адамдарды жақтырмайды сияқты. Немесе оларды тез қолданылатын ойыншықтар ретінде пайдалануда. Ал мүмкін олармен жай ғана қуаласпақ ойнап жатқан болар. Кез келген жағдайда адамдардың жеңіске деген мүмкіндіктері үлкен емес. Интерпол агенттіктері асханаға тығылады да есікті құлыптайды. Оларға біреу бұзып кіргелі жатыр. Қуанышқа орай бұл экипаж мүшелерінің бірі. Фан бұл қобыжық Сигзаев пен Акуланың елдері біріктірілгенде пайда болған мутант екенін түсіндіреді. Чен бүкіл кінәні оның мойнына алады, өйткені әйел мұны жасап шығарып өсірген. Оның үстіне ол ештеңе білмейді, өйткені ол өз мақсатына жетті. Осы үшін ер адам агенттердің бірінен шапалақ жейді. Фан өкіруде және Оффи оған қолдау көрсетуге тырысады. Белгілі болғандай, ол оның бұрынғы күйеуі екен, сонымен қатар оның баласының әкесі. Екі агенттің арқасынан үлкен құйрық пайда болады. Атыс басталады. Адамдар артқы есік арқылы қашады. Ал Оффи мен Фан Акула Сигзаевтың ми сұйықтығын алу үшін зертханаға оралады. Лунаны тек сол ғана құтқара алады. Өкінішке орай олардың жолдарынан қобыжық пайда болады. Оффи оны тірі балықпен алаңдатады және олар зертханада жетеді. Әйел қолын шыны сынықтарымен жарақаттайды. Бұл қуанышты жаңалық емес, өйткені Акула Сигзаев қанның иісін сезеді. Біздің кейіпкерлеріміз тығылып үлгереді және қобыжық оларды байқамайды. Зертханадан шыққаннан кейін қобыжық Интерполдың қалған агенттерін тауып, олардың біріне тап береді. Осы сәтті пайдалана отырып, кеменің капитаны күзетшінің көзін құртады және Чен босатылады. Ол өзінің көмекшісімен бірге қашып кетеді және аман қалған Интерпол агенттерінің қарсы алдындағы есікті құлыптап тастайды. Олардың бірі Малыш.